Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика 1 сынып 8 сабақ. 8 сабақ 4 саны және цифры. 4 санының құрамы. 4 саны және цифрымен танысасыңдар. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Суретте қай заттар 4-4-тен берілген? Неше сөзін пайдаланып сұрақтар құрастыр. Балалар, суретке назар саламыз, қараймыз. Суретте 4-4-тен берілген заттарды атайық. Кәне қарайық балалар. 4 асық бар, я? 4 машина, 4 ұл бала, 4 қыз бала. Және қыз баланың қасында 4 ыдыс, және қыздарда 4 қуыршақ бар. Енді неше сөзін пайдаланып сұрақтар құрастырып көрейік балалар. Суретте неше ұл бала бар? Суретте неше қыз бала бар? Суретте неше асық бар? Суретте неше ыдыс бар? Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырмаға өтейік. Екінші тапсырма асықтарды сана. Сандарды сан сәулесінде көрсет. Оларды салыстыр дейді. Кәне балалар, асықтарды санаймыз. Жасыл асықтар бізде 1, 2, 3, 4. Қызыл асықтар бізде 1, 2, 3. Енді салыстырамыз. 4 3-тен артық. 3 4-тен кем. Енді сан сәулесінде көрсетейік біздер балалар. Міне 4-ке дейін сыздық. 4-тің құрамы, яғни 1, 2, 3-ті құрайды. Келесі үшінші тапсырмаға назар аударамыз. 4 санының құрамын айт, мысалдар құрастыр дейді. Ал бірінші суретке қараймыз балалар. 3 жасыл асық және 1 сары асық. Яғни 3-ке 1-ді қоссақ біздер балалар, барлығы 4 асық болады, я? Келесі тапсырмасын қарайық. Қуыршақтар көрсетілген екен. Көк көйлек киген қуыршақ 2, қызыл көйлек киген қуыршақ 2. Сонда барлығы неше қуыршақ балалар? 4 қуыршақ. Жарайсыңдар. Енді одан кейінгі тапсырмаға қарап көрейік. Мында торкөз берілген. 3 торкөз көк түсті, 1 торкөз қызыл түсті. Яғни 3 қосу 1 тең болады 4. Енді алмастырып жазып көреміз. 1 қосылған 3 болады тең 4. Енді азайту амалымен шығарайық. 4-тен азайтамыз 3-ті, тең болады 1. 4-тен азайтамыз 1-ді, тең болады 3. Жарайсыңдар балалар. Келесі 2 қызыл торкөз, 2 көк торкөз. Екеуін қосқанда балалар барлығы 4 торкөз болады. Енді 2-ге 2-ні қосамыз 4, және 4-тен 2-ні азайтамыз балалар 2 болады. Жарайсыңдар. Енді мына үйшікке назар аударайық балалар. Үйшіктің шатырында 4 деп жазылып қойған екен, я балалар. Енді қараймыз. 4-тің құрамымен танысатын боламыз. Бірінші 3 қызыл тұр, және 1 көк тұр. Яғни 3-ке 1-ді қоссақ 4 болады. Астында 2 қызыл, 2 көк. Яғни 2-ге 2-ні қосқан кезде 4 болады. Және келесі 1 қызыл, 3 көк. Яғни 1-ге 3-ті қосқан кезде 4 шығады. Балалар, сабақ түсінікті болып жатыр ма? Келесі 4-ші тапсырмаға назар аударамыз. 4-ші тапсырма былай дейді балалар. Балалардың қалай есептегенін айт дейді. Сонымен балалар, қарайық балалар қалай есептепті. 2 қосу 2 тең болады 4. Келесі астына жазыпты. 2 қосылған 1 қосылған 1. Яғни неше болады? 4 болады. Енді қараймыз. Келесі 1 қосылған 3 тең болады 4. Енді астына қараймыз. 1 қосылған 1 қосылған 1 және қосылған 1 тең болады 4. Балалар, неге балалар бұлай жазған деп ойлайсыңдар? Яғни мысал қараңдар. 1 қосылған 3. 3-тің құрамында неше 1 бар? 3 1 бар. Соны бұлар құрамын бөлек-бөлек жазған болып тұр. Келесі 3-тің құрамында және тағы қалай бар? 2 қосылған 1 бар. Дұрыс па балалар?
яғни 1 қосу 2 қосу 1 деп жазған. Сонда болады 4. Енді ұл баланыңкін қарап көрейік. 4 азайтылған 2 ол болады 2. 4-тен азайтамыз 1-ді, азайтамыз 1-ді, болады 2. Астында 4 азайтылған 3 болады 1. Және 4 азайтылған, яғни 3-тің құрамы 4 азайтылған 1, азайтылған 1, азайтылған 1 болады 1. Келесі 4 азайтылған 2, азайтылған 1. Тең болады 1. Балалар, бүгінгі тақырып түсінікті болды ма? Сабақ ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпайық.